toylar kutlu olsun. Yerimiz güzel. Anlatlarımız. Bakit dileyim. Hastaların yok, dostların köp, kulunların yok, hayırların yok olsun. Intımaklı, iyilikli, bakit, doğanız, tek kana yaxşılık olsun. Al ağayın tuşkanda bir müydük tınıştık yani. Buna bərimiz, Құда жекжат bərimiz bir aldın balasımız. Moquru var, sarıqlaq var, Akdəvir var, Moqançı var, Boşlaqda bir aldın balasımız. Buna tamadı bir çıkar yani çok çakasın ya. Ben de Anzar, gel. Aytmadı o da anasının atası aytmadı. Nağaşının arkasını akıbe deyin. Al Anzar. Ne köp söylemeyim. Ona ortak ülümünde tatılıktan kelsin olsun oldu. Aytıpanlama, Zariyaka, günler yemin, toylar kutlu olsun. Anzar, Akalyok, ekеуі бақытты болыңдар, махаббаттары берік болсын. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Так что бақытты болыңдар, аман-есен болыңдар. Ал енді Батырған аға мен Зағият пен Еміл Базон Гүлнар Қайбекен тойлары құтты болсын. Мен бір жақсы сөйлемеді үшін алдыға сөйлесе артқара қашпады. Ал Анзар, Ақмарал, бақытты болыңдар. Тек қана жақсылық, шаңырақтарың биік болсын. Осы келген қонақтар, жекжат жыра, барлықтарыңызға бақыт құс, мереке болсын. Әрқашанда үйлеріңізден қуанышты келсін. Бақытты болыңдар барлықтарыңыз. Ой бәрекелді, қалғанымыз қосыламыз. Ой бәрекелді, қошемет құрмет көрсетіп шаңырақтарға. Өте дұрыс. Нағашылар деген осылай болу керек, башалар деген осылай болу керек. Билеп дастархан басын. Әдемі тағамыз одан сайын әрлету үшін, әдемілеп жасау үшін біз сонау жақтан басқа елден, басқа жерден әдемі бишілермен шығармақшымыз. Сондықтан да әдемі ұлдарымыздың әдемі биімен ортаға шақырамыз, бағанағы жігіттермен әдемі тағамымызды биімен әкелеміз деген ниетте.
Рахмет. Рахмет, жігіттер өлкендерің olsun. Рахмет, мыңдалы рахмет. Ал енді біз ақылбегім жалғап біздің бағана бірінші дастарханның барысында құдаларымыздың үлкендері әдемі тілек ниетін білдіріп кетті. Сол құдаларымыздың екінші бөлімін, яғни төрден орындап отырған біздің Нұрлан ағамыз бастаған келіншегі Айгүл мен Дүйсенбай, Сандуғаш мен Нұржан, Әлия мен Бота, Ертай мен Қапабек, Жанар, достары Есқали, Гүлдария, Бауыржан, Ғазиза, тағы да аты аталмай қалған барлық құда жақтан келіп отырған Райхан, Жанат, Гүлшат, Айгүл, шолпандарды үлкен қошемет құрметпен Айнагүл дуырдағы шақырамыз. Келіңдер. Аты аталмай қалған барлық құдаларды келіңдер. Ал енді қадірлі ағайын, біз мынау құда жақтан құда болып 30 шақты адам шықтық. Біз енді барлығымыз сөйлесек той жиналыс айналып кететін шығар. Біз мынау тамаданның айтқаны секілді тамаданның айтқанына қосылып, 3 адам сөйлеп, қалғанымыз соған қосыламыз деп ойлап отырған шығарсыздар. Өте дұрыс. Қошемет құрмет көрсетіп қойыңыздар шаңырақты ағайын. Өте дұрыс. Сіздер бір үлкен құдалар сөйледі, кімнен бастаймыз? Бірақ сіздер айтқа бұйырмаңыздар, құдаға сөз берген жоқ деп, е? Біз тек қана өтініш жасаймыз. Ал, жеңгей. Ал енді аңсар мен ақбара қызымыз үйреткен отауы шат күлкіге сәби даусына ұлассын. Шаңырақтары биік, қосағалары биік болсын, үлгілі бір семья болсын. Бақытты болыңдар айналаңыздар. Ал, келген қонақтар, мен құдаймын, тыңдаңыздар. Мен өзім кішкентай болсам да үлкен құдамын, тәкішті болған тыңдаңыздар. Шуламаңыздар, араның ұясындай болып. Мына бүгін Байқадамовтардың жанұясында Ақтүйенің қарын жарылып міне үлкен той болып жатыр. Алтындай қызымызды ұзатып жатырмыз міне. Емел құдаменен Гүлнар құдағидың міне шаңырағына міне біздің қызымыз келіп жатыр. Өзіміздің баламызды бұл кісілердің баласына қосып беріп жатырмыз. Мен не айтам? Бағанадан бері осы бір апта болды, шын айтайын. Қала мен екі ортада шапқылағанымызға шаңын шығарып, әлгі тойдан болғаннан боладысы қызық дейді. Сол боладысы қызық болды бәрінен де. Енді бүгін міне Құдай жарылқап міне той болып жатыр. Келген қадамдарымызға нұр жаусын. Осындай той барлықтеріміздің шаңырақтарымызда болсын. Тойға ұлассын. 2 жас бақытты болсын. Әлгі алыс беріс деген ол иронда былайша айтқанда ең бастысы осы біздің 2 жас бақытты болып, бір керемет жанұя болып, осындай ата-анасының ақ тілегін орындап, сыйлы осындай ұл мен қызы болсын, осы ата-анасының ең сондай бір абыройларын, жаңағы армандаған мақсаттарын орындасын. Соған Құдай дайым, соған жеткізсін. Ал енді құрметті қонақтар, осы бүгін үлкен тойға келіп отырған қауымдар, бәріміздің келген қадамдарымызға нұр жаусын. Бүгін міне Жетісудың жерінде Талдықорған қаласында
Мырза Атаның елінде үлкен той болып жатыр. Өзіміздің кішкентайдан әрпештеп өсірген гүлімізді өсіріп, сіздерге қызымызды ұзатып жатырмыз. Құда 1000 жылдық, күйеу бала 100 жылдық деген осы құдалығымыз жарасып, той-тойға ұласа берсін. Бүгін міне Аңсар, Ақмарал, сендерді заңды некелеріңмен құттықтаймын. Бүгін міне Қазақстан Республикасының жас семьясы болып, заңды некеге тіркеліп, бір үлкен семья болып, аяқ басып жатсыңдар. Сендерге тілейтінім осы шаңырақтарың биік болсын, керегелерің кең болсын, екеуі махаббаттарың мол болып, осы махаббаттың айдынында қос аққудай екеуі қол ұстасып, бірге өмір сүріңдер, тату-тәтті семья болыңдар. Өз семья атынан осы қызыма сыйлайтын алтын алқа, күйеу балаға алтын сағатым бар. Ал енді құрметті ағайындар, тойларыңыз құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Маған сенің Ақмаралға мол бақыт, зор махаббат тілеймін. Құдірет жарықтары биік, дендері сау болсын. Бүгінгі мына керемет тойларымыз құтты болсын. Біздің достарымыз Қазбек пен Байғұлдың мәпелеп өсірген аққуын бүгін алақандарымызға қондырып отырсыздар. Сол алақандарыңыздар ашып кең болсын. Біздің бала сіздерге өзі бақытты боламын деп емес, бағана айтып жатыр. Сіздерді бақытты боламын деп келсін. Сонда араларыңыз ұзағынан болып, үбірлі-шүбірлі болып, екі құдалардың арасындағы алтын көпірлеріңіз мықты болсын. Біз соған тілектеспіз. Ой, бәрекелді. Той қауым. Майгүлдің Ана екі жастардың тойы құтты болсын. Қызыңыздары құтты болсын. Сағаттары биік болсын. Ақмаралмен жастардың үйлері бағы ашылып, сағаттары биік болып, қосалары биік болсын. Екеуі бақытты болсын. Олардың алдында мықты семья болып, аталардың қуатсын. Қосын. Ал енді бүгінгі Ақмарал Аңсар екеуінің бүгінгі неке құру тойларымен құттықтаймыз. Дендеріңіз сау болсын дейміз. Балалар енді құдалықтарымыз 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық болсын дейміз. Бәріміз куәгерміз. Осы екі жастың шаңырағын бірге тігісіп, керегесін кеңісіп, оғын бірге қадасып жатырмыз. Балалар бақытты болсын. Ендігі жылы Алла берсе осындай бәріміз жиналып, ақтастырғандай енді шілдехананы өткізейік дейміз. Біз Ибраимовтар атынан біз балаларға тек қана бақыт тілейміз. Подаркаларымыз бар, ана подаркаларымыз телевизор. Ой, дұрыс. Қошемет, құрмет көрсеткен, мұнда бір рахмет. Ән, би, күй. Білесіздер ма? Билеп дастархан басына билеп шырайыңа қайран болмысыңнан айналып маған шамашарисың маған ақ сезіммен дүрет сағынышты жүрек махаббатпен мені сүй жаным аяулы жаным деп баяндыларым деп күн сайын айта беремін
Mыңда bir рахмет бар. Қадамдарыңызға гүл бітсін, қадамдарыңыз оң болсын. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мыңда бір рахмет. Қазір осы Аңсардың бауырларының атынан әдемі бір биші қыз келіп отыр екен. Әрине біз аманатқа қиянат жасай алмаймыз. Сол биші қыздарыңызды үлкен қошеметпен ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Үкі биі. Рахмет, Айман. Саған да осындай біздің Аңсар бауырымыз секілді бір красавчик жоқсың, Аңсар? Айманның қызымыздың да жолығыз. Ал енді біз артылек қармағай жалғастырамыз. Қазір ортаға Аңсардың ағалары, апалары, бауырлары, інілері, қарындастары, бөлелері, ой шіркін қазақ. Әбікен Ботагөз, Жаңабай Заида, Айгүл Өмір, Елмира Гүлзат, Нариман, Алмагүл, Мираман,
Мейірман, Назгүл, Алтынай, Қайыржан, Гүлмира, Айдос, Гүлмира, Жібек, Манат, Жанат, Қанат, Елдос, Жандос, Данияр, Ләззат, Айдын, Елмира, Нұрлан, Данияр, Азамат, Жекичан, Ернар, Абдызов, Жасика, Қуандық, Алина, Елдос, Рамазан, Назерке, Ержан, Ерасыл, Ерайым, Дардайнан, Артос, Партос, Арамис, Констанция. Қошеметпен құрметпен келіңіздер. Барлық ағалары, бауырлар, інілер. Қалғандарына 78 адамның атын айда беріп қалғандар. Сыртта жүр ма? Қазан ошақтың басында, самаурынның басында. Енді ағайын туысқандар, сіздер туыссыздар ғой. Тілек күнді айтасыздар, үйде жүрсіздер. Әлі торт келеді, тойбастар келеді, екі жастың достар айтқан жоқ. Сондықтан да уақытпен санасайық. Кімден бастаймыз? Екі адам сөйлесін, қалғанымыз қосылайық. Өте дұрыс. Кеш жарық, тойға жиналған қауым, құрметті құда-құдағилар, құда болып өмірге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Ал енді Анзар, Ақмарал, сендердің заңды некелерімен құттықтаймын. Сендер шаңырақ көтеріп отырсыңдар, шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын, келгелерің кең болсын. Енді семьяда бақытты болыңдар, аспандарың ашық болсын. Екі жаққа да сондай қадірлі болыңдар. Тәтті, бақытты өмір сүріңдер. Шаңырақтарынан ырыс, дәулет кетпесін. Тек қана бақыт тілеймін сендерге. Той ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін. Той құтты болсын деген келеді. Анзар, Ақмарал, бізді сендер білен заңды құттықтаймын. Бақытты болыңдар, бастарына амандық, күндері саулық. Әрқашанда аузыңызды тазалықта болыңдар. Жақсы жақтарда ғана көрмеймін. Бақытты болыңдар, басқа не деймін. Давайте. Анзар, Ақмарал, сендерге тілектерімді тілеймін, өз тілегімді сөзімен жеткізуге отыр. Сөйлемді түсіндіре кетейін сендерге. Мына Ақмарал айналайын келініміз біздің. Сізге сіз мына қазақтың ұлттық киімін кидіріп қойдым. Бұл осы киімді өзіңге бағалай біліп, осы шаңырағымызға біздің инабатты да ибалы келін болуыңды тілеймін. Оның үстіне екі көгершін қойдым. Екі көгершін бақыттардың баянды болсын деп тілегенмін. Екі жүзіктерімді қойдым. Осы бүгінгі қиған некелерің мәңгілік болсын деп. Қазақтың қасиетті де шаңырағын қойдым. Шаңырақтарының бақ береке толы болсын. Тек өмірде бақытты өмір сүріңдер. Бұл суретті мына жерде каталогта жасап алып жақтық екенді ойламаңдар. Мен енді өз қолыммен, шын жүректен сендерге тілегіммен арнап жасап бердім. Қабылдаңдар. Міне, қадірлі ағайын, қазақтың құдайға шүкір тарихы бар, салты мен салтына бай, ырымшылға бар. Сондықтан да ырымдап әкелген сурет бұл бағалы заттардың бірі. Бір қошемет құрметті құттықтаймын. Осындай әдемі тілектен кейін біздің Аңсар бауырымыздың бауыры Ернат сыйлық ретінде, бір шоқ гүл ретінде жеңгесіне әдемі ән мінгеп отыр. Әрине, Ернаттың орындауында әдемі ән сіздер ортаға билеңіздер.
дастархан басына жайғасыңыздар. Тойымыз әрі қарай өз жалғасын табуда. Ғасырдың заманауи өзіндік бір ерекшелігімен біздің қазақтың дәстүрінің табалдырығын аттап жатқан осы бір ырымды тағы да біз жасасақ дейміз. Олай болса, қазақ айтады ғой, өмірің мәнді, сәнді, ең негізгісі нанды болсын деген ниетпен ауыздарыңызға торт, астыларыңызға иномарка форт дейміз. Олай болса, екі жастың құрметіне арнайы жасалған дәмді торт ортаға форт күлі бағаласты. Аңсар мен Ақмаралдың құрметіне арнайы нәзік кондитерлік фирмасы ұсынған дәмді торт. Олай болса, тортта кесу рәсіміне арнайы әдейі әрине екі жас шақырамыз. Олай болса, Аңсар Ақмарал орта келулеріңіз. Нәзік кондитерлік фирмасы ұсынған дәмді торт. Олай болса, тортта кесу рәсіміне арнайы әдейі әрине екі жас шақырамыз. Олай болса, Аңсар Ақмарал орта келулеріңіз сұраймыз. Егер мұна ең ортасынан кесетін болсаң, саған Астанадан Леуі беріктен бір двухкомнатный квартира береміз. Ортасынан кессең, Алматыда Аль-Фарабидің бойына пентхауздан үй береміз. Ең астынан кессең, осы Талдықорғанда бір коттедж салып береміз, бола ма? Ең мықты район қай жерде? Сол жерден салып береміз. Сонымен, екеуіңіз бірдей ұстаңыздар, әу бісмилля, менің қолым емес, бейбәтіме бірімнің қол, сенің жазығы жоқ, бала-шағаның азығы жоқ деді әнекей. Сонымен, кеттіңдер ма? Қалсаңдар жош жақта, неге басыңдар? Мен көріп беремін. Кетті Алматы, бәрекелді. Аль-Фарабидің бойына двухкомнатный квартира пентхаус. Бәрекелді. Қазбек аға, келіңіздер, құда-құдағыйлар, ортаға келіңіздер. Айналайын келіңіздер, қолының ептілігін осындайда бір көрейік. Қане. Nöbetmez bırak gel. Olma. Ay böyle. Yemin'e bak, önüne bak. Gel bize. Toyuyla böyle. Böyle gel. Önüne bak. Kalınızda da. Жоқ, бұл емес, баланың әкесі бұл емес. Биологический әкесі керек. Еленаға. Құда-құдағый қайда? Айтасаңыздар шын яқта той болды. Елена ағамыз осында. Қазбек аға қайда? Қазекең қайда? Құдағый қайда? Бәрекелді. Қастарына тұра қалыңыздар, құда-құдағыйдың. Ал енді келін мен баланың ептілігін, естілігін осындайда көреміз. Қай жақтан бастайсыңдар? Алланың сарайын алайын, бұл да бір оңайсын емес. Білмеймін, үйде лапынасың ғой. Ай, бәрекет, бірегей. Негізгі жұртты таңдады. Азамат, өсетін бала бұрау. Ай, молодец, әне. Өз әкешілерге беріп береді. Жоқ. Ой. Ай, бәрекет. Бері ғой, бері. Жең соң ма алма ғой, Еминаға, Гүлнар апа, баланың қолынан дәмдаттыңыздар. Ол енді бұдан кейін ол сіздің балаңыз емес. Ол Ақмаралдың дәу боласы болады. Арық тойды ма? Дәмді ма? Қайқайыңыздар болады. Ал енді самый кульминационный момент, дорогие друзья, қыз бен жігіт бір-біріне
Киндер киносында. Операторлар, foto bir tane. Vali mane? Sütürlüler teziliği. Oldu mu? Şimdi buna da sarkınca veririz. Akbaral. Ansar sen özün bilirsin. Kes. Tez al özlerci. Dur. Sevgili toy kadar Ostay toy süzertince olsun. Süzertince olsun. Aleyna. Rahmet. Ortaga durumuzdur ekemiz. Ortaga kelimizdir. Sen Akbaral bulay tur. Ters kana Ostay. Bulay kana anyaqqa. Jandosqa qarab tur. Sen Jandos, Jandos'ta Ansar anyaqqa qarab tur. Aleyna bulay ardaqtagay. Үйде кім қожайын сойын шешіп алайық, Қазір мен екеуіңе бір сұрақ қоям, қайсысына тиісілі сол бір қадам алға жүріп отырады дейді. Дайсыңдар ма? Түсіндіңдер ме? Үйде кім бала табады? Ағылсақ тұрады. Дұрыс. Ақмарал табады. Оны кім бағады? Молодец. Үйде кім ақша алып келеді? Молодец. Оны кім жаратады? Молодец. А келін ничего. Түнде бала жылағанда кім оны жуаттады? Молодец. Кім үйде бірінші таң шығарады? Ой, осыған күші. Ана шығарды. Болды, не тормози, алды кетті жүреді. Таң шығарған адамды кім сабасына түсіреді? Арың молодец, кәлдесіне қағамдып тұр ма? Ал енді бір-бірге қараңдар. Молодец. Дұрыс, дұрыс кетіп отыр негізі. Енді мынау ер адам жүрегімен емес, асқазанымен сүйеді. Ер адамның жүрегіне жол через асқазан. Жақсы білесің оны, Енді кейін, Құдай қаласа отбасылық өмірде Аңсар жұмысына шаршап келгенде қандай тамақ жасап бересің? Соны әр қадамына Аңсарға жеткенше айтып отырасың. Дайынбыз ба? Подсказка айтылмайды. Өйткені кухняда ешқайсыңыз бірге жүрмейсіздер. Стоп. Манта. Молодец! Кім еді ода микрофон ауысып алайын? Манты күрішкіл, в общем, бірдеңе деп кеткен. Кел Аңсар. Сен тұра ғой, Ақмарал. Ал енді Аңсардың романтикасын көреміз. Енді мынау қыз балалар құлақпен сүйеді, құлақтан тебесін құла береді. Сондықтан енді кейін қалай еркелетесің, осындай әдемі дәмді тамақ жасап, сен жұмыстан кейін досы күтіп отыратын келіншекті алақанға салу керек, Ал кет, қандай сөзбен еркелетесің кейін? Сәл әрі тұршы Ақмарал, кішкене қинайық. Аңсаржан сен кел. Болды. Қиғаштама, ұзын болып кетесің ешкім. Кеттік. Жаным, айым, күнім, жұлдызым, бұлбұлым, аққұсым. Қатын жанысын қарай бір өзің? Ай күнім, махаббатым, жаным.